Өмірде болған оқиға. Жанжал. Бір күні әкем екеуміз базар аралап жүрген кезде жездем хабарласты. Қарындасыңызбен тұра алмаймын, келіңіз де алып кетіңіз, деді. Мен барлығын естіп тұрмын. Әкем де тыңдап тұр. Жездем әкеме әпкемді жамандай бастады. Әкем: тоқта, мен қазір барамын, сонда айтарсың, деп соткасын сөндіре салды. Маған үйге қайта бересің бе деген еді, мен сізбен бірге барамын деп ерек кеттім. Жездемнің үйіне келдік. Ұрыс болған үй белгілі ғой. Әкем отыра бермей жатып, қарындасы жылап шағымдана бастады. Сен қоя тұр, күйеу баланың әңгімесін тыңдауға келіп тұрмын, деді. Әкемнің сөзін іле алып кетіп: әлеке, өзіңіз білесіз ғой, жұмыс жоқ. Сол жұмыс істемейсің деп сөйлейді. Осы күні аузына келгенін айтатын болды. Базарға барып сауда жасап келгенін маған міндет қылады. Мен үйде қарап отырған жоқпын ғой. Үйді жинап, тамақ істеп, ыдыстарды жуып отырмын. Әкем қолын көтеріп қалды. Тоқта, сен неге қатын істейтін тірлікті жасауың керек? Еркек деген таңертең кетіп, кешке келу керек. Жума тысты, жинама үйді. Осыларды асырау сенің еркектік міндетің. Қазір сен екеуіңнің міндеттерің ауысып кетіпті. Соған орай әйелдің де тілі шыға бастаған. Бұл сен осылай отыра берсең үдей береді. Есіңде болсын. Әйелдің тапқан нанын жеген еркектің кірген шыққан сайын маңдайшаға тиеді. Еңсеңді көтеріп, ана ұлыңа үлгі бол. Тамағын тауып әкеліп, тамақ дайын емес пе деп сұрау сенің міндетің. Базар әйелдің тілін шығарады. Өйткені әйелің ол жерде күнделікті нәпақасын табу үшін жан жағындағылармен, еркектермен де бәсекеге түсуіне тура келеді. Әйел ашынады. Ашынған адам ешкімді де аямайды. Бұның да бөтен әйелдер құсап, күйеуім әперді деп көйлек киюге, елге мақтануы керек емес пе? Арбайдасаң да отбасыңды өзің бағуың керек. Мүгедек болсаң түсінерім, сап-сау болып, мынандай әңгімең жараспас. Ажырасу оңай ма? 3 балаңды мақұл әкетермін, өсірермін. Бірақ есіңде болсын, маған бөтен болмағанымен менің балаларымның таяғын жеп, солардың түртпектеуімен жалтақ болып өседі. Кісі есігінде жүрген бала қорғаншақ болады. Жетімнің қарны тоймас деп атам қазақ біліп айтқан. Менің май бергенім сенің су бергеніңе татымас. Қазір соңғы сөзіңді айт. Қарындасым, сен ұрды деп қанша жылап келсе де орталарыңа түспедім. Өзің шақырғасын келіп тұрмын. Bir туған бауырым, үнемі ажырасамын деп келгенде қайта жіберетін едім. Бірақ осының бәрі маған оңай дейсің бе? Әке шешеден ертерек қалдық, өзің білесің. Өлер алдында апам осыны маған аманаттап кетті. Үй болып кетсін деп қана үндемей жүрмін. Бұл маған анау өз қызымнан да жақын. Оқып жүргенінде әкетіп, оқытпай қойдың, енді не дейсің? Өзің айт. Әкет десең, тұра алмаймын десең, қазір әкетемін. Бірақ мен бір әкеткесін қайтып жібермеймін. Бұлай жүре берсең, ертең өз балаларыңа да қадірің қалмайды. Анасы сыйламаған әкені балашаға сыйлайды деп ойлайсың ба? Сен қызда ойлан, тіліңді қысқарт. Бүгін кетсең, қайтып келмейсің. Қалсаң, қайтып жылап келмейсің. Үйде үнсіздік орнады. Үнсіздікті нағашы деп жүгіріп келген жиенімнің дауысы бұзып жіберді. Маған не әкелдіңіз? Нағашы, сізбен бірге ауылға кетейінші, деп әкемнің алдына отырған тентекті жүр дүкенге барамыз деп ертіп шығып кеттім. Өмірі еркелетіп маңдайымыздан сүймейтін, еш уақытта ешқайсымызға қолын көтермеген, бірақ сусының өзінен бәрімізді ығыстырып жіберетін, көп сөйлемейтін әкеме деген мақтаныш сезімім өсе түсті. Анам өмірінде жұмыс істеген адам емес. Бір мұғалімдік айлығымен бәрімізді оқытып, күні-түні малмен де айналысып, барлығымызды орнымызға қойып жатқан әкешім, қандай мықты едің. Біз дүкеннен келгенде әкем сыртқа шығып, машинамыздың қасында тұр екен. Жездем мен әпкем тамаққа қарасаңыздаршы дегеніне қарамай, тентек жиенді өзімізбен ала шығып кеттік. Арада көп ұзамай жездем жұмысқа кірді. Әпкем 1 жылдан кейін тағы бір қыз босанып алды. Содан кейін ұрсып жатырмыз деп шақырған емес.
өмір деген сабақ қой.